Сәлем қыздар. Егерде сіздер менің арнама алғашқы келіп тұрсаңыздар, менің есімім Шолпан болады. Сіздер менің арнаммен өте таныс болсаңыздар, алдарыңызда тұрған өлшеу бұйымдары сіздерге өте таныс нәрселер. Жалпы менің қолымда ең негізгі сіздермен таныстыратын бүгінгі сымдар. Дарым деген шығарылым болу керек. Алдағы сол уақытта сіздер бұл сымдарды көресіздер. Шығарылымды түсірумен не түрткі болған. Жақын арада бір магазинге бардым. Содан соң мен дүкеншіден 40 сантиметрлік сым сұрадым. Сол уақытта ол кісі маған 100 сантиметрлік сым әкеліп берді, 80 сантиметрлік әкеліп берді, біресе 100-лік әкеліп берді. Мен 40-лық сұрадым, 40 сантиметрлік сым сұрадым. Сол уақытта маған қасымда тұрған бір әйел адам, неге сіз олай сұрап жатырсыз? Біз осы сымдармен күнделікті мына тұрған сыммен тоқып жатырған жоқпыз ба деп маған ренжіңкіреп сөйледі. Содан соң осымен бас киімде тоқып жатырмыз, осымен барлығына тоқып жатырмыз ғой. Неге 40-лық деп тұрсыз, 40 сантиметрлік деп сұрап тұрсыз деп маған ренжіңкіреп сөйлеп тастады. Мен үндемей өз жайыма кете бердім. Ішімнен ойладым, бұл кісі сымдардың қай сымның қай нәрсеге тоқитынын, пайдаланатын білмейтін болып тұрау деп ойладым да, тоқу білсе де. Содан соң сіздерге мен осы нәрсені хабардар өтуді жөн көрдім. Мүмкін сіздер өздеріңіз білетіндеріңіз де боларсыздар, мүмкін білмейтіндеріңіз де болар. Мінекей менің қолымдағы жалпы сымдар біздерде ұзындығы бойынша 40, 80, 100-лік, 120-лық болып бөлінеді. Менде бұл сымдардың барлығы да бар. Мұнда тұрғаны қалған сымдар әзірше басқа бөлмеде. Мен кішкентайларды оята алмас үшін ол бөлмеге кіре алмаймын. Мінекей 40 сантиметрлік сым мендегі қолымдағы. Мінекей осындай. Және де мен оны мынандай сызғыштың көмегімен тоқитын басын мен бұның 3,75. Мінекей, егерде қарасаңыздар, мінекей 3,75 миллиметрді басы. Одан кейінгі екінші сым менде бұл 80 сантиметрлік сым. Ұзындығы бойынша. Мінекей 80 сантиметрлік сым. Бұның жуандығы мінекей 4 миллиметрлік. Көрдіңіз ғой да? Әдетте мен үшін ең көп пайдаланатын нәрсем менде бұл 40 сантиметрлік сым. Мен бұны шын айтайын қыздар өте көп пайдаланамын. Бас киім болсын, жемпір тоқу үстінде болсын. Егерде сіздер мен шығарылымды көрген болсаңыздар, мен көбіне бас киімді өте көп мөлшерде тоқимын. Және жемпірлер тоққанда мен көбіне жоғарыдан төмен қарай реглан әдісімен өте көп тоқимын. Сол себепті маған бұл 40 сантиметрлік сымдар өте көп мөлшерде керек. Алдағы уақытта бұлардың санын көбейтемін деп ойлаймын. Қыздар әдетте мен осылармен реглан әдісімен тоқимын. Содан соң бастап тоқимын жемпірлерді. Содан соң жіптерді қосамыз ғой. Сол уақытта менде 40 сантиметрлік сымы жіптердің саны сыймай қалады. Содан соң мен оны 80 сантиметрлік сымға ауыстырамын. Тоқыма процесімді. Содан соң 80 сантиметрлік сымға жеті сыймай қалған кезде мен оны 100 сантиметрлік сымға ауыстырамын, немесе ары қарай 120 сантиметрлік сымға ауыстырамын. Сол себепті маған бұл сымдардың көмегі өте қажет, ауадай қажет. Сол себепті әр ұзындықтағы сымдарды жинағанымыз дұрыс. Егерде сіздер тоқыма жаңадан бастап отырсаңыз,
40 сантиметрлік сымның көмегінсіз де былайынан тартып тоқуыңызға болады. Бірақ әр сымның өзінің орны бар екенін ұмытпағайсыз. Сонымен қыздар, егер де сіздерге шығарылым ұнаса, арнама жазылыңыз, лайк басыңыз, пікір білдіріңіз. Сіздердің қатарларыңыздың көбейгені мен үшін шабыт береді. Сау болыңыздар. Пока-пока.